қазір бір қызық кітап оқып жатырмын. Жаңа медиа деп аталады. New media. Яғни ол жақта жаңа медианың өзін қазір іштей бөледі. Жаңаның жаңасы және жай ғана жаңа медиа деген. Америкада интернеттің келесі кезеңі big data дәуірі келе жатыр деп, соған дайындалып жатыр дабыл қағып барлығы. Мен көрген Америкада қазір Wi-Fi емес, жарық-фай, Li-Fi дейді, жарықтың көмегімен интернет тарату құбылысы келе жатыр. Яғни бүгін қарадым, мысалы Google Map өзгерткен өзінің функциясын, Gmail өзінің функциясын өзгерткен. Күн сайын бір өзгеріс байқалады. Бірақ менің түсінгенім, Айнұр, Америкада болсын, басқа елде болсын, технология ол дами береді. Мысалы бүгін iPhone 4 шықты, ертең 5 шығады, Google-дің 4-ші шықты, басқа шығады деген сияқты. Жаңа технологияның шығуы біздің өміріміз жеңілдетпейді. Америкада ол бизнесқа негізделгендіктен, оларда жаңа технологияның шығуы пайда көзін көбейтеміз деп түсінеді. Мен байқағаным, жаңа медиа Америкада ол көп коммерцияланғандықтан нақты адам тұтынушы ретінде қарайды адамдарға, сол тұрғыдан дамып жатыр. Қазақстанда бізде әзірге ол коммерцияланбаған, оны жасыратын ештеңе жоқ. Ол біз жас еліміз интернетке адамдар енді келіп жатыр, оның ішінде қазақ интернет енді дамып жатыр деген сияқты. Қазақстанда меніңше ол жаңа медиа өзінше дамиды. Әрине бізде бір Американың, Еуропаның белгілі бір соқпақтарымен жүріп өтеміз. Ол сөзсіз. Себебі заңдылық біреу, белгілі нәрсенің дамуында заңдылық біреу болады. Бірақ қазақ менталитетіне сәйкес біздің дәстүріміз бар, біздің өзіміздің ішкі мәселеміз бар, тілдің басқасы болсын. Соған сәйкес меніңше бізде бір сәл өзгерістер болуы мүмкін деп ойлаймын. Ол өзгеріс қай тұрғыда байқалады? Ол өзгеріс мемлекеттің медианы бақылау емес, басқару жүйесін енгізе бастауы. Яғни менеджмент. Біз жаңа медианы қалай түсінуіміз керек? Қазақстан тәрізді жаңа елді дамытып жатқан кезде жаңа медианың немесе жаңа медианың алатын орны қандай болу керек деген тәрізді қазір бір түсіну жұмыстар жүріп жатқан, тамырын басып көріп жатқан сияқты да. Facebook деген осылай екен ғой, Twitter деген осы екен ғой, онда осылай істеу керек екен ғой, WordPress деген осы екен ғой, онда біз өзіміз бастау керек деген сияқты бір қайта бір рестарт жасап жатқан сияқты, қайта бір түсіну, қалыптасу. Америкада керісінше, Америкада жаңа нәрсе басталады, халық бірден оны жұтады, екінші кезең дүниеге келеді деген сияқты бір айырмашылықтар сондай байқалады.